Сәлем, SSC дипломдар төңірегіндегі M2 басқарушылық есеп кітабын қарастыруды жалғастырайық. Ақпарат менеджмент үшін екі мақсатта қажет. Біріншісі for planning, жоспарлау үшін, екіншісі for control, бақылау үшін. Information for planning obtained from variety of sources деп келеді, яғни ішкі және сыртқы әртүрлі ақпарат көздерінен алынуы мүмкін, мағлұмат көздерінен. Ал information for control көбінесе ішкі мәлімет көздеріне сүйенеді екен. Енді біз data дерек, information ақпарат сөздерінің айырмашылығын ұғып алуымыз қажет. Дерек, яғни data, unprocessed дейді. Өңделмеген факттер, ойлар, мәліметтердің жиынтығы болып табылады. Ал ақпарат, information, has been processed, яғни өңделген, it has a purpose and meaning дейді. Мақсаты және мағынасы бар деректер болып табылады. Біз білуіміз қажет және есте сақтап қалуымыз қажет. Менеджерлер мәліметтерге, деректерге мұқтаж емес. Олар үшін ақпараттың құндылығы жоғары болып табылады. Бірақ мәліметтерден ақпаратты өңдеп шығару үшін cost involved дейді. Яғни оның да бір өз бағасы және шығыны бар екен. Рахмет. Жалғасын жіберіп алмас үшін тіркеліп қой. Сау бол.